Пойыздың құлақ тұндырар дыбысы бір тоқтар емес. Сымбат жоғарғы орыннан бұйырған билетіне де тәуба деп төсегіне жатты. Ұйықтаған болып көзін тарс жұмып жатыр. Пойыз әлден айтып тербеп келе жатса да, санасын қара бұлттай торлаған ауыр ой мұны ұйқыға бір сәтке де жіберер емес. Мына қыз не нан жемейді, не су ішпейді. Пойыз жүргелі орыннан қозғалмады ғой, тірі ме өзі деп төменгі орында шай ішіп отырғандар өзін әңгіме қыла бастағанын құлағы шалып қалды. Шынында да қарны ашқанын енді сезді. Кішкене ғана шабаданынан шынысымен ролтон лапшасын шығарып төменгі орынға түсті. Тірі екенсің ғой, жаңа ғана сен айтып жатыр едік. Кел балам, шай іше ғой деп жасы елулер шамасындағы ақ жаулықты апа бәйек болды. Анасы қайтқалы мұндай мейірімді ешкімнен көрмеген Сымбат бірден көңілі босап көзіне келіп қалған жасты көлегейлеп: шайларыңыз суып қалған шығар, шәйнекті алып беріңіз, мен ыстығын құйып әкелейін деп сытылып шығып кетті. Бұл шай әкелгенде көрші орындағы жасы 30-дан асқан аға: мен тұрдым апа, тамағыңызға рахмет деп темекісін алып тамбурға кетті. Кел қызым, енді өзіңмен әңгімелесіп отырып тағы бір шәйнектің түбіне жетейік. Пойызда шай ішіп ұйықтаудан басқа ермек бар ма? Әңгіме ғана жолды аздап қысқартады. Өзің түк ішіп жемедің ғой, қарның ашпай ма? Мына Қытайдың лапшасы тамақ бола ма? Кел, бауырсақтан еттен ал, қысылма. Рахмет апа, біз осындай тамаққа үйреніп кеткенбіз, өзіңіз жей беріңіз. Олғай сөзің, пойыз болған соң көршіңмен бір нанды бөліп жейтінің белгілі ғой. Келінім тамақты молынан салып жіберді. Өзім тауыс алмаймын, қане, кесеңді бер, шай құяйын. Беріңіз апа, мен құяйын. Қою қылып ішесіз бе, сұйғыра қып құяйын ба? Шай талғамаймын, қалай құйсаң да іше беремін. Өзің жақсы бала екенсің. Атың кім, жасың нешеде? Сымбат, 14 жастамын. Жолға жалғыз шықтың ба? Жоқ, келесі вагонда әкемнің қарындасы бар. Екеумізге бір вагоннан билет табылмады. Иә, билетті бір ай бұрын алып қоймасаң, уақыт жағындаған сайын ыңғайлы орын табу қиын. Жолға аяқ астынан шықтыңдар ма? Иә, анам өмірден өтпес бұрын әпкеме хабарласып, мені Қазақстанға өзінің жанына алып кетсін деп аманаттады. Атамекеніме жетіп, өлсем деген арманы орындалмай, тым құрғанда қызының осы жақты мекендеп білім алуын тілеп кетті. Ол да дұрыс шығар, қазаның арты қайырлы болсын. Әпкең не жұмыс істейді? Мектепте математика пәнінің мұғалімі. О, жақсы екен. Сені де жанына алып қарайлап жүреді екен ғой. Жоқ, әпкем жай мектепте істейді екен. Мені тереңдетіп оқыту үшін гимназияға тіркеп қойғанын айтты. Гимназиядан жақсы білім алып шығатының рас. Енді жібі түзу біреуге жолықсаң, бағың ашылып кетер. Қыз баланың тағдыры қиын екен ғой. Менің тағдырым әкеме байланысты. Құда болатын адамды өзің таңдаймын деген. Дей бергені сол еді, бағана тамбурға шығып кеткен аға келіп, кенеттен әңгімеге келігіп кетті. Сонда сені қалың малың төлеген адамға мал сияқты сата сала ма? Қай заманда өмір сүріп жатсыңдар? Дәл қазіргі заманда да ата-бабамыздың салтын сақтап өмір сүруге болады. Әкең сені қандай адамға беретінін қайдан білесің? Ол өз қызын жаман адамға қиып беретіндей ауыш емес қой. Ауыш дейсің бе? Ахаха, оралман екенсің ғой. Сендердің осындай әдеттерің жаман. Біздің салтымыз дейді ғой. Өзбектің салты ма әлде қалпақтың салты ма? Аузыңызға қарап сөйлеңіз, мен қазақтың қызымын. Аузыңа қара дейсің бе? Қалай? Қалпақ қазақ болсаң қазақша айтпайсың ба? Болды, қоя ғой, шектен шықпа деді бағанадан бері үндей алмай отырған апа. Қызым-ай, көрер теперішіңнің алды арты осы болса жақсы ғой.
Бұл жақта өзбектер құрылыс жасаймыз, үй салып береміз деп ақшасын алып қашып, ішімдікке салынып ұстатпай кететін жағдайлар жиі кездеседі. Сондықтан жергілікті халықта Өзбекстаннан, Қалпақстаннан келгеннің бәрі нашар, алаяқ адам деген түсінік қалыптасқан. Өзім де кезінде сен сияқты атамекеніме оралып, осы жақтың жігітіне тұрмысқа шығып, бір-бірімізді түсінісе алмай қиналғанмын. Осы жақтан білім алсаң да, әкең сені туған жеріңнің жігітіне ұзатса жақсы. Әйтпесе, әлі біраз қиналар түрің бар. Осы жақтың адамдары айтқандай, оралманға қосылып, жергілікті жігіт жергілікті қызды алмаса болмайды екен. Онда тұрған не бар деп ойласа да, Сымбат бұл ойын сыртқа шығарып айта алмай іштей тынды. Күз келгелі 10 шақты күн өтіп, оқу жылы басталып кеткен еді. Пойыздан түскен күннің ертесіне әпкелі-сіңлілі екеуі бірден мектепке жиналды. Сымбат анасы ауырып қалған кезден бері күлкіні ұмытып қалғандай еді. Бүгін шын қуанып өзгеше күйге енді. Анау-мынау емес, гимназияға барамын. Ең бастысы анамның арманы орындалды деп мектепке жадырап барды. Бірнеше сағат өтпей жатып қуанышы су сепкендей басылды. Жаңа сыныптастары Сымбатты жақсы қабылдай қоймайтын сияқты. Алгебра пәнінде У таңбасын Y, химия пәнінде N таңбасын H деп айтып қалып, тіліндегі ерекшелік мұны бірден күлкіге қалдырды. Сыныптастары мұғалімнің тәйттеуіне де пысқырып қараған жоқ. Әр сөзін мазақ қылып, ду күлуі тыйылмады. Қоңырау соғылып, мұғалім есіктен шыққан бетте бүкіл сынып анталаған қасқырдай жаңадан келген оқушыны ортаға алып, қайдан көшіп келдің деп тергей бастады. Шынын айтайын десе, пойызда жолыққан апаның сөзі есіне кетпейді. Бұлар мені онсыз да жақтырмайды. Оралман деп мазақтаса қайтпекпін деп ызаға булықты. Кім қалай сұраса да, қайдан келдің деген сұраққа сендер оны білмейсіңдер деген жауапты қайталай берді. 2 күн өтті, 3 күн өтті. Сыныптастары үшін Сымбаттың қайдан келгені аса маңызды сыңайлы. Олар да сұраудан жалықпайды, бұл да бір жауапты қайталаудан танбайды. Айтсаңшы енді, сонша жасыратындай ерекше жерден келдің бе деп бастайды біреуі. Қоңырауды ести сала Сымбатқа шилігіп. Өзбекстаннан келдің бе, әлде Қалпақстаннан келдің бе деп тағы біреуі қоштайды. Сендер оны білмейсіңдер. Түркіменстаннан ба? Сендер оны білмейсіңдер. Ой, оралмандар оқитын атамекен мектебінен көшіп келген. Жоқ дедім ғой. Онда өзің айтсаңшы, бәлкім басқа планетадан келген шығарсың. Қарақалпақия деген Сымбат бұл сөз аузынан қалай шығып кеткенін байқамай қалды. Ой, қалпақпын деп айтпайсың ба? Бүкіл сынып ду күлді. Сымбат қорланып жылап шығып кетті. Ал сыныптастарының біреудің жанына жара салдық деген ой миларына кіріп шықпастан мазақ қылуын күн сайын үдете түсті. Тіпті Сымбатты адам құрлы көрмейтін еді. Дене шынықтыру сабағында балалар 2 топқа бөлініп ойнайтын. Қыздар қатарға тұрғанда құрбысымен бір топта болу үшін біресе ана жерге тұр, біресе мына жерге тұр деп Сымбатты сілкілеп мезі қылып жіберді. Бойы сыныптағы 3-4 қыздан ұзынырақ болса да, мұны қатардың соңына тұрғызып қоятын. Мен сендерге ойыншықпын ба деп ашуланды Сымбат. Тартынатын біреу жоқ. Мен сендерге ойыншықпын ба деп жіңішке дауыс салып сөзін қайталап мазақтай берді. Дұрыс айттың, сен бізге ойыншық болу үшін келгенсің. Сол Қалпақстаныңда жүре бермей, не үшін көшіп келдің деген сөзді айтқан сыныптастары Сымбатқа ойыншық деген ат қойып алды. Босай қалса, қуыршақ сияқты ән айтып, жанында билеп, Сымбаттың жүйкесіне тию сыныптастардың сүйікті ісіне айналды. Анадан жетім қылып, жарымжан көңіл боп келгенде, бұлай қорланамын деп мүлдем ойлаған жоқ. Анамның арманын орындау үшін, білім алу үшін келдім деп айтайын десе, мұның мұңына құлақ қойып жатқан
ешкім де болмады. Басқаны күлкіге қалдырсам, өзім абырой жинаймын деп жеңіл ойлайтын балалардың ортасына түсіп қалыпты. Өзін қорғайын десе шамасы жетпейді. Олар көп, бұл жалғыз. Сымбаттың сөзін сөйлеп жақтасатын бір адам табылмағаны қалай? Мұның қолынан бар келетіні көз жасын көлдетіп, жеңілдеп алу және дегендеріне көніп үйдей бәледен құтылу. Болған жайттарды әпкесіне бір-екі рет айтып көріп еді, ештеңеге басыңды ауыртпай, сабағыңды оқы дегеннен басқа жауап ала алмады. Мектепке психологына барайын десе, мұғалімдердің өзі мұны оралман деп жақтырмайтындай көрінетін. Себебі бірде тарих пәнінен 90 аралық бақылау жұмысын тапсырған кезде 5 сұрақтың 4-еуіне мүдірмей жауап берсе де, соңғы сұрақтан қателескен үшін барлығының көзінше мұғалім енді сенен Өзбекстанның тарихын сұрауым керек пе деп Сымбатты жерден алып жерге салып еді. Осылай арпалыспен өткен 2 жылда не мақсатпен келгенін ұмытылып, жарытып білім де ала алмады. Осыны ойлағанда өзегі өртеніп анасымен іштей сырласып шер тарқатып алатын. 11 сыныпта аяқтар уақыт таяғанда Сымбаттың үлгерімі нашар екенін естіген әкесі хабарласып, жағымсыз жаңалық айтты. Балам, сол өзің тұратын ауылдың атақты кәсіпкері құда түсіп, саған сырға саламын деп отыр. Жұмыс бабымен біздің жаққа жиі келеді. Бұрыннан танимын, жақсы жігіт. Сенің сол жақта оқитыныңды естіп, бізбен құда болғысы келетінін айтты. Мен келістім. Мектебіңді бітірген соң барлық жөн жоралғысын жасап, ұзатып алғысы келеді екен. Бірақ әке, жоғары оқымаймын ба? Қалай оқып жатқаныңды естіп жүрмін. Біз сені ақылы бөлімде қалай оқытамыз? Кәсіпкер деймін саған, кәсіпкер. 4 құбыласы тең, үйленетін жасқа жеткен жігіт. Керек болса кейін өзі оқытып алады. Бірақ әке, ешқандай бірақ-мырақты білмеймін. Сен әкеңнен жырақта жүріп, өзім білемге салынып кеттің бе? Осымен әңгіме тәмам. Әке шешіміне қарсы тұрар қауқары жоқ. Сымбатты қолына қондырған кәсіпкер жігіт байлармен бәсекелесіп, тойын дүркіретіп өткізді. Екеуі өздеріне жеке үй алып, бөлек тұрды. Балалы, шағалы болды. Сымбаттың бөлек шығып, өзімен өзім боламын деген қуанышы да көпке созылмады. Бірден қайнап бикесі, бірде абысыны келіп, оралман деп сөгіп кетуін қоймады. Күйеуі берген ақшаға көйлектің қымбатын таңдап кисе де, олпы-солпы қылып не сатып алғансың деп оны да сынап кетеді. Қалпақтың баласына ұқсатпай, балаларға жөні түзу киім алып бермейсің бе деп, аттап басқан қадамына кекетіп мұқатып сөйлеп, отыратындардан тұрмысқа шыққанда да құтыла алмай қойды. Бір күні үйіне қайынбикесі келіп, әдеттегідей уытты тілімен шағып отырды. Біресе жайған дастарханын ұсынады, біресе жиған жүгін жақтырмады. Ойнап айтқан боп ойындағысын айтып, әңгіменің аяғын тағы да інісіне теңіңді таппай оралманды алдың деген мәнге келтірді. Шыдамы шегіне жеткен Сымбат дастархан басында үндей алмағанымен әпкесі шығып кеткен соң Ғалымжанға өкпесін айтты. Әпкеңе тілін тартып сөйлесін деп айтсаңшы, өзіңде мені алғаныңа арланатын шығарсың мүмкін. Қойшы қалқам, осындай әңгімені қайдан шығарасың? Сені текті жерден шыққан деп өзің таңдап алдым емес пе? Онда әпкеңе ол саған не жазды деп бір ауыз айту қиын ба? Қалай түсінбейсің, Сымбатжан? Әйелдердің әңгімесіне аралассам, қатыныңның сөзін сөйледің деп жалғыз әпкем ренжіп кетпей ме? Оның реніші реніште, менің ренішім түк емес екен ғой. Олай болса, өзім-ақ айтамын, сол кезде араласпа. Не айта алмай жүрсің деп қайын әпкесі кіріп келгенде Сымбат жүрегі зу етті де дереу бойын жинап алып, көптен ойында жүрген сөзін ақтарып салды. Мені адам қатарына қоспайтын өркөкіректеріңізге әбден тойдым әпке. Оралманда адам. Бір кезде өзге елде туып, анам армандап кеткен атам мекенімізге оралғаным үшін сонша жазықты болғаным ба? Бұға берсем, соға береді екенсіздер.
Ініңіздің бар жағдайын жасап, ұрпағын көбейтіп отырғаныма да кінәлімін бе? Келгелі бетіңізге қарап бір сөз қайтармадым. Адамды киген киіміне қарап бағалап, кемсітуге болмайды ғой. Өзіңіз де қыз өсіріп отырсыз. Ертең қызғалдақ сіздерден де дәулетке келін болып түссе, оған да шанышқыны түзу қоймадың. Айран ішетін кесе орнына басқасын қойдың. Тортты қай пышақпен кесуді білмейсің деп кемсітіп отырса қайтер едіңіз? Мен де біреудің әлпештеп өсірген қызымын дегенді естігенде Сымбаттың сөзін аяқтатпастан, өзі бір ауыз тіл қатпастан шығып кетті. Үйіне келіп ұзақ ойланды. Інісі мен келіні кезек-кезек телефонына қоңырау шалып еді, жауап бермеді. Келініне айтқан сөзінің бәрін есіне түсірді. Жаңа естіген сөзі де құлағын тұндырып, жаңғырықтай қайта-қайта естіліп, терең ойға батырды. Әсіресе сізде қыз өсіріп отырсыз деген дауыс құлағынан кетпей қойды. Келінінің алдына барып кешірім сұрайын десе, намысы жібермеді. 2-3 апта өткеннен кейін келініне сыйлығын алып барды да, сол күннен кейін жылы шырай таныта бастады. Тіпті өзі інісіне келінімді ренжітпе деп отыратын болды. Осы амалыммен ғана қызымның болашағы жарқын болуын сеп боламын деп ойлады. Бірте-бірте келінін жақын тартып, дос құрбысындай сырласатын болды. Әңгімемді соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғыс. Арнама тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.